көз өнімінің бір күштісін айтайын, мына басында карандаш, басында шаригі бар. Бұл мына көздің тек қана айналасына жағылады. Вот это мына жаққа емес па? Мына жерге көздің айналасына барлығына жағылады. Вот так. Иә, и құлақтың тұсына жағылады. Мына құлаққа связан нәрсе бар. Мынау құрға инек бармаған жерге осы өнім бар. Құрға ине бар ғой кәдімгі. Адамның көзінің айналасында қан тамыры болмайды, бірақ нерв тамырлары. Мына өнімнің күштілігі сода. Бұл манағы айтып тұрмын, 56 ұрпақтан бері келе жатқан өнім ғой. И бұл тек қана көзге емес, бұл манағы желкең тартылған кезде де жақсаңыз болады, құлағыңыз ауырғанда жақсаңыз болады, зоб болған кезде де, гайморит болған кезде де бұл күшті өнім. Иә, мына продукт. Бұл өте керемет. Грыжаға да жақсы. Грыжаға да. Позвоночная грыжа. Қай көздеріңіз слабый, соған жағып көрсеңіздер болады, жасауратады, көзіңізден бұлшық шығарады. Бұл өнімнің күштілігі сода. Қытайда 1,5 миллиард мысалы адам болса, соның 7 миллионы получается зрениемен страдать етеді. Видите, кішкентай балдар уже көздің очкиге. Иә, Қазақстанда бізде 40% адам зрениемен страдать етеді. Мына өнім соған күшті. Ал мына тұрған спрей бүркпесу дейді, өздері атайтын болғанша. Бұл манағы косметика кремнің де қызметін атқарады. Мына сіздер экспертке не деуші едіңіздер, қарайтып айтын. Соның барлығын қызметін атқарады. SPF дейміз, қызметін барлығын атқарады. Бұл таза пептид дейді. Таза пептид дейді. Адам жасы ұлғайған сайын еті сүйегінен ажырай бастайды екен. Аты жасы. Мына өнім сол теріңіздегі үш қабатқа барған кезде өнімді көресіздер, өздеріңізге шашып 10 минуттағы результатты көресіздер. 2 рет шашылады, біз 3 рет шашылады, арасында 7 минут көресіздер. Мына өнімді көресіздер, ең тоқақ бетіңізге шашып, мына етіңіз тартылады. Аппаратсыз қолдың саусағын тигізбейді. Аузымыз қисайып қалады ма, бір жақты жақсақ? Жоқ, қисайғанда қалай айтсам екен. Тартылады да? Детайдың қыздары болды, аппаратпен беттерін түзеп жүрді ғой. Сол кісілер мына өнімді көрген кезде біз аппаратпен бетті тарта алмай жүрміз, мына өнімнің несі күшті деп. Мен өзім 18 адамға шаштым, осылай 15 адам менде регистрация жасады. Өйткені бірде бетіндегі результатты көрді. Сондықтан өнім осы күшті. То есть компанияда қазір 3 направление дейді. Біріншісі көз направлениесі, екіншісі мына косметология направлениесі, үшіншісі мына адамның денсаулығын тазарту арқылы қартаю процесті тоқтататын направление. Бұл жақта бүйректі қуаттайтын да өнім бар, бауырды қуаттайтын өнім бар, қанды, мына тромбтардың барлығын сұйылтатын өнім бар. Сосын кәдімгі коллаген бар. Коллагеннің құрамын айтайын сіздерге. Бір пакетик 10 грамм болса, соның 7 граммы таза пептид дейді өнім, коллагеннің ішінде. Анау высший сорт коллаген. Бүкіл коллагендерді қарағанда мына біз ер адам машина зап жасалуға барған кезде мынау Қытай, мынау оригинал Қытай деп атайды. Оригинал Қытайын аламыз да біз зап жасап. Мынау тәте Қытай өздеріне жасап жатқан оригинал. Қытай бұны қатты жақсы. Бұл 126 больница бар. Бізде докторханада дейді. Әр больницаларында сатылады. Джейн Груп компаниясының өнімдері. Бұл залалсыз. Мына көз өнімді бүгін 3 рет қана жабу керек, 4 рет қана жабу керек деген жоқ. Адамның көзі не үшін страдайды дейді? Адамның бауыры дұрыс болмағаннан зрениеден уже отказ береді. Бұл бізде қытайлардың бір күштісі сол көзім ауырып кетсе сол тек негізін іздейді Қытай. Бір күштісі сол нерв тамырын түзейді. Бізде қалай? Біздегі көзім ауырса көзімізге тамызатын бір затты береді де қайтарып жібереді ғой. Бұлар соның күштісі негізін. Енді бетіміздің іші салбырап кеткен соң мына жерде коллагеннің жетіспейді, мана қызыл пептид